Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, сіздермен бірге Сағадипекова Әлия Сағанқызы, оқыту шебері. Бүгінгі біздің тақырыбымыз текстураланған беткі қабат. Сабақтың мақсаты фактуралық әрлеу түрлерімен танысу, фактуралық әрлеуді орындау технологияларын үйрену. Текстураланған әрлеу бұл сәндік кескіндеме. Текстураланған әрлеудің мақсаты беттің эстетикалық дизайнына ерекше көрініс беру. Мына жерден сіздер қандай әрлеу түрлерінің бар екенін көре аласыздар. Қаншама түрлері бар, қаншама әдістермен жасалынады. Егер сіз интерьердің ерекше стилін жасағыңыз келсе, сәндік текстураларды таңдаңыз. Олардың негізгі қағидасы ерекше. Қауіпсіздік ережесіне тоқтала келсек, жұмыстарына киімде болу керек. Мінбелер, сатылар, үстелдер, басқыштар жарамды жай күйде болуы тиіс. Текстураланған әрлеу кезінде жобалар болмауы керек. Майлы бояулармен бояу кезінде қолдар арнайы композициямен және жұмыстан кейін өңделу керек. Қолыңызды жуып, глицеринмен немесе нәрленген крембен емдеу керек. Құрал-саймандар жарамды күйде болуы және жұмыс аяқталғаннан кейін жуылуы тиіс. Келесі кезең бізде практикалық жұмыс, сол жақта кездескенше. Құрметті студенттер, біздің бүгінгі тақырыбымыз декоративті сылақ. Ол үшін бізге құрал-жабдық қандай керек? Гладилка, яғни үтіктегіш, және де гипсті масса. Гипсті массамыз бізде сұйықтау болу қажет. Бұл массамызды осы үтіктегіштің көмегімен осылай жағып аламыз да, бетті қабатқа жағамыз. Осындай әдіс тәсілдермен. Декоративті сылақ бізде өте тиімді, қолайлы болып табылады. Кез келген қозғалыстар жасауға болады. Бетті қабатқа жабысу үшін бізде массамыз сұйық болу қажет осындай. Осындай қозғалыстармен бүкіл керекті қабырғаға немесе сылайтын жерлерімізге өзіміздің қолайлы әдіспен жағамыз. Және де осы массамыздың кебуі үшін шамалы 5-10 минутқа қалдырамыз және артынша тегістейміз. 5-10 минут уақыт өткізіп, декоративті сылақтың бетін бір тегістеп өтуіміз қажет. Жай-жайлап бір тегістеп өтеміз. Және де бір 2-3 минутқа тағы да қалдырып отырамыз. Міне соңғы этапқа келіп жеттік. Сылақтың үстін осылай сылағышпен тегістеп өтеміз. Ата салып гипсті
массамыз кеңінен жайылады. Міне аяқтадық. Осыдан кейінгі этапта біз грунтовкамен грунттаймыз, және де кез келген колердің түсін таңдап, краскамен бояп өтеміз. Бояп өткеннен кейін соңынан перламутровый эмальмен валидті үстіне жағып, артынша бояп өтеміз. Солай біздің жасаған жұмысымыз әдемі болып шығады. Назарларыңызға рахмет.